Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінде шыға салып, өздеріңізден лайк жөнінде сұрай кетіп, әрі менің осы арнамды тіркелмей көріп жүрген кісілер болса, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Сөйтіп 30 мыңға жеткізуге ат салсыңыздар. Көптен көп рахмет. Бұл YouTube-тың талаптарының бірі. Тақырыпқа келетін болсақ, сол су басқан Қазақстан. Бұл Ресейден келіп жатқан су, оны әлі ләммеймін деп билік бірде-бір аузын ашқан жоқ. Ресейге кінә артқан жоқ, керісінше Ресей кінәні қазақтарға артып салып отыр, өздерінің әдетінше. Ал Тоқаев не істеп жүр, билік не істеп жүр? Билік сол жаңағы өзінің бұйрығымен бәрін ұйымдастырып, халыққа көмектесіп жүр. Қызмет етіп жүрген жоқ, көмектесуді уәде етіп жүр. Әлі көмек те берілген жоқ. Ал халық не істеп жатыр? Мынау халықтың арасынан, таңдап алып, сол Тоқаевпен кездесуге таңдалып барып жатқан кісілер сол жерде бойындарын салбыратып, Тоқаевтың айтқанын мақұлдап, әлі бермеген көмекке, істелінбеген қызметке құлдық ұрып тұр. Балдар бастарын шұлғып, дұрыс айтасыз Тоқаев, сол сенікі дұрыс деп. Бұл не деген енді білмеймін. Сөзім жоқ қазағым-ау. Ойланыңдаршы, асатпай жатып құлдық ұрып тұр. Сол жердегі құлдар. Сол кісілерден сұрағым келеді. Қалай ұялмайсыздар? Халықтың атынан сол жерге барып тұрсыздар. Сондай сізге мүмкіншілік беріліп тұр. Сол қанды қол Тоқаевты көруге, кездесуге. Сол кезде неге бетін тілмейсіңдер? Әдемі қазақи сөздермен неге тіліп өтпейсіңдер? Халықтың атынан шығып тұр екенсіңдер. Бұндай қорқақтық, бұл енді білмеймін. Оны айтамайды екенсіңдер, неге барасыңдар халықтың атынан? Қанша халықтың бұл жерде аманаты сендерге. Сендер өз жерге барып, соншама қазір қиналып жатқан халықтың аманатына қиянат жасап тұрсыңдар. Өздеріңе сондай күнәні Тоқаев үшін не үшін арқалап тұрсыңдар? Бала-шағаңды неге ойламайсың? Ұрпағыңды неге ойламайсың? Сол жердегі ақжаулықты аналар, ақсақалды ағалар, қалай жер басып жүресіңдер? Сондай қиянатқа барып тұрып, халқың үшін бір теттей де Тоқаевқа сөз айта алмай, асатпай жатып, құлдық деп, басыңды шұлғып тұрсын, құл секілді. Оның орнында сен сол жерде Тоқаевтың бетін жұлуың керек еді. Қиналып жатқан бауырлар үшін, қандастар үшін бәр шындықты сол жерде айтуың керек еді. Бірде-бір көмек істелінген жоқ, бірде-бір қызмет істелінген жоқ, сендер соның өтірік уәдесіне құлдық ұрып тұрсыңдар. Бір ай болады, міне жақында бір ай болады суға батып, халықтың қиналып жатқанына. Сендер бастарыңды шұлғып, құл құсап, Тоқаевтың алдында құлдық ұрып тұрсыңдар. Сөзім жоқ қазағым. Ойланыңдар, жерің кетті, малың кетті, бәрі кетті. Балдарыңды айтпағандана түрмеде жатқан. Қиналып. Ол түрмеде жатып қиналғаны былай тұрсын, қолдап қинап жатыр. Соның бәрін төзіп, жұтып отырсыңдар. Мынау топан су келіп көрсетіп берді ғой. Қалай жуып тастау керек екен? Құдай бетін әрмен қылсын, енді бір жаман апат келе жатыр. Құдай бетін әрмен қылсын. Ойланыңдар қазақтар, бірігіңдер. Мынау Әблязовтың айтқан ұяшықтарын құруды тоқтатпаңыздар. Ұяшықтар тола берсін, көбейе берсін, ортамыз тола берсін. Сөйтіп мынау келе жатқан X күніне сақадай сай тұрып, бейбіт те берекелі Қазақстанымызға бет бұрайық. Алға қазақ елі.